Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге творожный сырдан жасалған кремнің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Кремнің құрамына творожный сыр, салқын кілегей және қант ұнтағы керек. Таза құрғақ ыдысымызға салқын кілегейімізді құямыз. Содан соң қант ұнтағын осылай илектен өткізіп, екеуі қоюланғанша миксерлейміз. Кілегейлі массамызға творожный сырды салып, тағы да миксердің көмегімен араластырып миксерлейміз. Бұл кремді дайындау барысында бөлме температурасы салқын болғаны дұрыс, әрі бұл крем тез жылдамдықты талап етеді және барлық ингредиенттер салқын болу керек. Творожный сырлы кремді кез келген тортқа қолдануға болады. Торт өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Әрі бұл крем қосылған торт міндетті түрде тоңазытқышта 24 сағат тұру керек. Крем өте дәмді, үлпілдек, әрі сондай нәзік.